Assalamu алейкум достар. Сендермен бүгін мен Бейбарыс. Достар, бүгін біз мына жерде енді чошқаға отыратын боламыз. Екінші бөлім. Кеттік. Достар, ең алдымен бізге чошқаның жұмыртқасынан чошқаны шығарып аламыз. Және де оған ертоқымды киіндіреміз, Және үстіне жазып шыққанда отырып аламыз. Достар, отырып алдық. Енді қай жаққа управлять етсе ол өзі жүре береді. Бұл выживанияға арналған, негізі қызықты өте. Бірақ енді барынша жай жүреді екен, енді өзің управлять еткенге байланысты екен. Достар, өте қызық. Мен қазір досым үйіне барып кетейін осыны. Асықпай жүретін. Достар, мен алдыңғы бөлімде жылқыға қалай отыру керек екенін үйреткен болатын. Немесе көріп тамашалап кетіңіздер, көрмесеңіздер. Мен Айдын досымның үйіне баратын болам. Асықпай жүреді. Әне мен досым. Қалай көрінеді? Қойға отырады екен, білмейді. Шыдың ғой. Атың мықты екен. Есігіңді аш, біз кіріп кеттік. Достар, мен досым үйі. Достар, мен алдағы уақытта досым екеуміздің фермамыз салыстыратын боламыз. Комменттерге жазып кетесіздер. Алдыңғы келесі бөлімді күтіңіздер, достар. Өте қызықты болады. Сіздер каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп, комменттерге жазып, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Сіздерге мен үшін лайк деген өте маңызды. Сіздер мен лайкпен қолдап кетсеңіздер болады. Достар, видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Аман сау болыңыздар, достар. Just like